Ассаламу алейкум достар, қайырлы күн баршаңызға. Біз енді барлық мемлекеттерді күтіп жатырмыз. Қазір енді Қырғыз елінің палуандары осы жерге келіп тоқтайын деп жатыр. Олар ұшақпен емес, өздерінің көліктерімен қазір біздің қонақ үйдің алдына келеді. Осы жерде қонақ жайлылығымызбен өзіміздің қазақтың күтуге дайынбыз. Қырғыздың нөмірімен, қырғыздың көлігімен тікелей Қырғызстаннан келе жатыр палуандар. Ал, дайын болсақ, біз дайын. Қыздар дайын, біз де дайын. Ассаламу алейкум. Қош келіпсіздер. Ассаламу алейкум. Түркістанға қош келдіңіздер. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ал, қазақтың қонақ жайлығымен сіздерді күтіп жатырмыз. Қош келдіңіздер. Қырғыздың балуандары қазір енді Қазақстанға келді, қонақ үйге орналасады. Бірақ енді жол қалай болды? Ағамыздан сұрайық. Жол жақсы болды. Жеңіл болды. Негізі? Қату шашып келатқан көшейін деп жарысқа. Ошон үшін білмеді де жол. Настрой деген мықты сияқты ғой. Жолдан жақсы екен, трасса жақсы, сон жақсы. Қанша сағатта жеттіңіздер аға? 7 сағатта жеттік. Жолда жақсы жасалып тұр, сон Қазақстан гүлдеп тұрады меле. Сіздер келеді деп жасап қойдық қой алдын ала. Рахмат. Бір комфортпен келсін деп. Қазақстан гүлдеп тұр. Шарға бірінші келіп отырсыз бұяқ Түркістанға. Ауа райын бәрін отоплениен қосып, Түркістанды жылытып қойдық қой сіздер келеді. Жақсы, қос аркен жақсы. Дайындықтарыңыз қалай аға? Жақсы, даярдандық жақсы бұйса. Сіз тренерсіз ғой, е? Мен тренер и судья қалыс. Ошо жақсы. Жұмыстарыңыз қалай? Ауыл қалай? Сіздерде қалай? Ауыл жақсы. Жақсы ма? Осында погода ма? Осында. Бұйырса бізде Қырғызстанға барамыз. Сіздер де күтесіздер ғой бізді осылай. Қырғыз-қазақ бір туған деп қойдық қой, қырғыз-қазақ. Бауырласпыз ғой. Не ағайындарымыз келіп жатыр. Чоң атамыз айтқан сөзі бар да, жеті атамыз айтқан қырғыз-қазақ бір туған деп. Өз үстінде бір туған деле көресіз. Қазір енді жайланып алыңыздар, орналасып алыңыздар. Содан кейін дайындыққа да барамыз сіздерге де. Қазір біз жігіттерден сұрайық. Сіздің есіміңіз? Шатман. Шатман қай салмақта ертең? 82. 82-де. Не қылса 82-де Шатман ғой қырғыздардан, біліп жүріңдер. Настрой қалай? Абдан жақсы сонын. Жақсы ма? Жақсы сонын. Шүкір ма? Шүкір. Аман сен жеттіңіздер? Аман сен жеттік, жақсы. Погодаңыздар жақсы, сон настроение жақсы, Құдайым бұйырса көрішеміз. Ауыл аймақ қалай? Ел қалай? Жақсы, шүкір, жатышат бары. Жұмыстарыңыз болып жатыр? Болып жатыр. Қазір қалайсыздар? Дайындықтарыңыз зор ма? Дайындық Құдайға шүкір, жақсы. Құдайым бұйырса қалғанын қайорда көреміз, бұйырса. Қанға пол күшөйді жұмшаймыз. Негізі қазақ күресін білесіздер ғой, техникасын басқасын. Күрешіп жүргенбіз, бұға шейін Евразия барысынан күрешіп, көп қазақ күреш бойынша күрештік. Күшмендерді ұтқанбыз. Сіздерге мына жақта соперниктер кім? Бұл жақтан бардығын соперник деп ойлаймыз ба? Ешкіміздің жөнөкөй адам қатары көрмейді. Бардығы біз үшін соперник. Ешқайсы жай деп ойламайсыздар? Жоқ, бардығы тең күшті, бардығы тең мықты балуандар келеді. Қанша жыл болды негізі осы күреспен жүргеніңізге? Қазақ күрешпен күрес жүргеніме 2014. Уже 8 жыл. Жалпы күресте жүргеніңіз? 14 жыл болды. 14 жыл. 15 жыл. Көрдіңіздер ғой. Біздің палуандардан сұрап жатырмыз да негізі. Әр қайсының барлығына 15 жыл, 20 жыл, 25 жыл деп ше. Бәрінің біраз жыл кәдімгі стаждар бар. Сондықтан ертең 29-на Олимпик сарайында Сойхан кәдімгі күрес болайын деп тұр. 82-де бізде көрдіңіздер ғой қандай екен. Біле жүріңіздер қарсыластарыңызды. Сәттілік тілейміз жігіттер. Іске сәт. Қазір енді мына жақтағы палуандарды көрдіңіздер ғой. Әрі қайсысы сен тұр, мен атам деп тұр ғой қырғыздың балуандары. Настрой боевой ғой, көп сөйлемейміз, ертең тыңдырамыз деп тұр ғой. Маған жігіттер қалай, дайындық зор ма? Жақсы. Қай салмақта ертең? 90. 90? Көрдіңіздер 90-да, е? Лай тұрып, техничный зерттеп тұр ғой ертең. 90-дарды алам деп. Зерттеп келдіңіздер ғой, соперниктерді. Кім шығатыны? Ептеп? Жоқ, примерно соперниктерді. Езілдеп, е. Жоқ, барына даяр бош кіріпті. Езілдеп деген не деген сөз? Зерттеп деген ба? Езілдеп деген қырғызша зерттеп деген екен. Соперниктердің барына даяр бош кіріпті. Негізі общемчі. Барына даяр бош кіріп. Дайынбыз ғой, е? Дайырбыз бұйырса. Спокойно тұр ғой, кәдімде салқынғанда ше, алам деп тұр ғой. Любойым бер деп тұр ғой маған ше. Машалла. Ал сәттілік жігіттер. Сіздер де шығасыз ба? Қай салмақта?
Түйе палуан ғой, кәдімгідей. Жігіттерді көрдіңдер ғой, түйе палуандар мына жақта спокойно тұр ғой. Спокойно эле турубуз. Буюрса жакшы, даярдыктар жакшы. Буюрса барына да биз Кудай буйрган болот там. Буюрса ошону Кудай буйрса алып кетебиз. Жеңіс бұйырсын. Буйрсын, Кудай буйрса. Алыңыздар. Амин, Кудай буйрса. 29-на бұйырса Олимпик сарайында жігіттердің қырғыз палуандарын күшін көресіздер. Кәдімде қырғыздарын қырайын деп тұр ғой. Шыққанын бер деп тұр. Сәттілік жігіттер, іске сәт. Біз погоданы реттеп қойдық. Спокойно дайындалып, соңына дейін осындай ғой. Аха, жақсы. Жақсы. 29-ы Олимпик сарайы Түркістанда тікелей эфирде барлығын сіздер үшін теледидардың алдына отырып, асықпай осы тұран барысын көріңіздер. Күтеміз.